Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Ақмола облысы Көкшетау қаласы Зерек бөбекжайының тәрбиешісі Сабиева Нұрсұлу Жақсыбекқызы. Санатым педагог модератор, еңбек өтілім 10 жыл. Мен тәлімгермін. Сәлеметсіздер ме? Мен жас маман Алиасқар Жібек Байжаматқызы. Еңбек өтілім 2 жыл. Менің өз білімімді жетілдіру тақырыбым инновациялық технологияларды қолдана отырып, ойын арқылы мектепке дейінгі баланың танымдық зияткерлік дағдыларын қалыптастыру. Ойын балалық шақтың ең бір керемет кезеңі. Ойын арқылы бала қоршаған ортадағы құбылыстарды барынша түсініп ұғады. Баланың өміріндегі ойынның мәні ерекше, себебі бала дүниеге алғаш қадам басардағы іс-әрекеті ойын болып табылады. Өз іс-тәжірибемде ойын технология элементтерін АКТ, Монтессори, STEM, денсаулық, интеллектум технология элементтерін ұштастыра және де жасанды интеллект платформаларында кеңінен қолданамын. Сонымен қатар, бала бойында ұлттық тәрбиені қалыптастыру үшін ұмыт болып бара жатқан ұлттық құндылықтарды заманауи үлгіде пайдалану менің негізгі мақсатым болып табылады. Күнделікті ұйымдастырған іс-әрекетте кеңінен қолданылып жүрген бірнеше ойындарды назарларыңызға ұсынамын. Бірінші назарларыңызға ұсынатын ойыным ақсүйек ойыны. Ұлттық ойындардың бір түрі. Бұл ойын баланы шапшаңдыққа, төзімділікке, балалардың сұраққа нақты жауап беруге тәрбиелейді. Сүйекті қарсылас алаңға оюға тигізіп, оюды ашып, астында егер сүйек болса, ойыншы өзіне бір ұпай сүйек алады. Егер жұлдызшаға түссе, тапсырмаға орындау арқылы өзіне тағы да бір ұпай иемденеді. Сұрақ түсті, бұл жерде есеп екен. 2 қосу 1, жауабы 3 болады. Дұрыс, бір сүйекті ала қойыңыз, сізде бір ұпай. Ойынды түрлі бағытта жалғастыруға болады және сұрақтарын әртүрлі ұйымдастырған іс-әрекетке сай өзгертуге болады. Ғажайып асықтар ойыны. Бала дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратуға, сандарды тура және келе санауға, сонымен қатар дыбыстарды қолдана отырып сөз құрастыруға үйренеді. Келесі бізде көңілді шеңбер. Баланың ұсақ қол моторикасын дамытуға бағытталған ойын түрі. Трейджинг көп ойыны кез келген ұйымдастырған іс-әрекетті түрлендіріп әртүрлі бағытта ұйымдастыруға болады. Бұл ойын арқылы баланың ой-талап ойлау қабілетін, коммуникативтік дағдыларын дамытуға арналған ойынның түрі болып табылады. Келесі жиналмалы биобу түрлі тақырыптарды қамтылған тапсырмалар жиынтығы баланың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Бұл жерде АКТ-мен ұштасқан виртуалды әлем, яғни Virbo қосымшасы кез келген суретті сөйлетіп, сөйлемді дыбыстауға мүмкіндік береді. Келесі бізде 3D Safari Animal қосымшасы. Бұл жерде арнайы карточкаларды қолдана отырып, суретті жандандыруға және оны қалай дыбыстайтынын тыңдауға мүмкіндік береді. Келесі бізде Qver қосымшасы. Бұл қосымшада арнайы суреттер болады. Осы суреттерді бояу арқылы суретке жан бітіреді. Келесі бізде Pianino қосымшасы. Бұл қосымшада арнайы аккордтар енгізілген карточкалар болады. Осы карточкаларды қолдана отырып, балалар әуен құрастырады. Бұл 3D голограмма. Бұл кез келген бейнелерді 3D форматында көруге мүмкіндік береді. Және де бұл балаларға өте қызықты. Назарларыңызға ұсынылған ойын мергендер алаңы. Ойынның мақсаты баланы ептілікке, төзімділікке, дәлдікке тәрбиелейді. Мергендер алаңы ойыны 2 адам ойналады. Бұл жерде 1-ден 5-ке дейінгі сандар тура және кері ретімен бейнеленген. Мәре сызығы сары түспен сызылған. Осы сызықты баспай, асықты кез келген ұпайдағы санға дәл тигізу арқылы ойналады. Тигізген ұпайдағы санға сәйкес асықты қоржынына жинайды. Ойын соңында кімде көп асық, сол жеңіске жетеді. Сөзімді қорыта келе, қазіргі таңда ұлттық құндылықтарымызды ұмыт қалдырмай, жаңаша ретпен ойындарды ойлап табу, заманға сай цифрландыру әрбір тәрбиешінің қолынан келері анық. Ұлттық құндылық таусылмас идея, цифрландыру болашақ бағдар. Назарларыңызға рахмет.